Сәлем достар, бүгін біз жаңадан туған әйелдің, еміздіретін әйелдің тағамы, яғни ішетін тамағы қандай болу керек, сол туралы әңгімелесетін боламыз. Достар, ақпарат тыңдамас бұрын арнама жазылып алыңыздар, ақпарат пайдалы болса бөлісіңіздер, лайк басыңыздар, сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар. Жаңадан туған әйелдің жалпы еміздіретін ананың рационына нелер кіреді, қандай болу керек? Бұрындары миф болатын, яғни мынаны жеуге болады, мынаны жеуге болмайды деген секілді. Қазіргі таңда жаңада туған ана барлығын жей береді, яғни түрлі витаминге бай жеміс-жидектерді де, нан өнімдерінде барлығын жей беруге болады деген бар. Бірақ баланың реакциясына қараймыз. Егер балада іш қату, іш кебу секілді нәрселер болса, онда ол нәрсені, ол продуктыны біз рационнан алып тастаймыз. Мысалы, алмаға да іш кебуі мүмкін, баланың алмаға іші кебіп кетуі мүмкін. Ол кезде жаңағы алманы алып тастаймыз, алманы жемей қоя саламыз. Болмаса сүт өнімдеріне, сүтке, айранға, қаймаққа осындай бір қатты бір баланың реакциясы болуы мүмкін. Іш кеуіп кетіп, іш қатып кетіп деген. Сол кезде де біз оны рационнан алып тастауымыз қажет болады екен. Оны да қараймыз, баланың сол нәрсені жеп еміздіргеннен кейін балаңыз қиналып, бетіп, тырысып, қызарып, қыңқылдап, қатты жылап кетіп, іші кеуіп кетіп жатыр ма? Соған қараймыз. Егер реакция жақсы болса, онда жей береміз. Жалпы негізі айтып жатады педиатрлар, осы жемістерді жеу кезде жайлап бір кусок, екі кусок, бір алма осылай қылып енгіздіру керек деп. Осылай жайлап жесеңіздер де болады. Ал бірден жеп кетсеңіздер, бала оны көтере алмай қалуы мүмкін да. Сол себепті де жай өте көп мөлшерде жемеу керек. Мысалы, бір алма, бір кусок, бір жарты кусок, басында жеп көресіз, сол жеткілікті болады. Қандай болады реакциясы қараймыз. Одан кейін жақсы болса, онда келесі күні бүтін алманы жеу керек деген секілді. Сосын клубника, шие, сондайларды да көп мөлшерде жеудің қажеті жоқ. Аздан мөлшерін қосып жеу керек, баланың реакциясына қарап отыру керек. Қазір мысалы жаз мезгілі қауын қарбыз жеп қоюымыз мүмкін, оны да баланың реакциясына қарап отыруымыз керек. Бәрібір ішінде дәрі бар дегенде, баланың іші кеуіп кетуі мүмкін, бала оны жақсы қорыта алмауы мүмкін, содан жылауы мүмкін дегенде осындай нәрселер болады. Сондықтан да баланың реакциясына қарап отырамыз. Бұл іш кебуі, баланың жаңағы ас қорыта алмауы, ол 3 айдан кейін кетіп жатады. 3 айға дейін шыдасаңыз, жалпы 3 айдан кейін жайлап өз қалпына түсе бастайды. 3 айға дейін қиналуыңыз мүмкін. Ол кезде диета ұстауға тура келеді. Егер баланың жиі іші кеуіп кете беретін болса, жиі бала ауырсыну сезініп кете беретін болса, онда диета ұстау керек болады. Кейбір балаларда глютенге, яғни нан өнімдері деп жатамыз, глютен көбінесе нан өнімдерінде болады, соған да аллергиясы болады екен. Енді оны баланың біз жеген кезде баланың несіне қараймыз, қалай болып жатыр, баланың реакциясы қандай болып жатыр, соған қараймыз. Мысалы, мен сорпаға сухариге қосып ішкен жақсы көрем. Көп әйелдер, жаңадан туған әйелдер осылай істейді, оған ешқандай реакциясы болмайды, оны жақсы қорытады. Значит, мен оны істей беруім керек. Көбіне көп жаңадан туған әйелге сорпа, лапша, қамырауқат, осындай етті, балықты жеуді көбіне көп ұсынып жатады. Осының бәрін жеу керек. Жалпы минералға не бай, А, В, В, Д витаминдеріне, Е витаминдеріне не бай, соның бәрін жей беруімізге болады. Бірақ баланың реакциясына қараймыз. Сосын аллергия тудыратын арнайы өнімдер бар, жұмыртқа, мысалы сүт өнімдері, одан кейін жаңғақтар, түрлі жаңғақтарды қазір 3 айға дейін жеуге болмайды. Түрлі жаңғақтарды, сухофруктында түр бар ғой, бірақ жаңғақ түрлерін жеуге болмайды, себебі балаға іш кеуіп кетуі мүмкін. Сосын тағы да бір нюанс, ананың өзіне жақпайтын нәрсе жемеу керек. Яғни ананың өзі газ шығаратын нәрселер жемеу керек. Яғни ананың өзіне жақпайтын. Мысалы, маған сүт ішсем, маған жақпайды да ол. Сол себепті де сүт өнімінен мен бас тартуым керек.
Одан кейін газды напитоктер, газды сусындардан бас тартқан дұрыс. Ол естественно газ шығарады, газды сусындар. Оны асқазанымыз білмеймін басқа адамда қандай екен, мен газды сусындарды онша жақсы қабылдай бермеймін. Өте сирек ішем. Бала еміздіріп жүргенде мүлдем ішудің қажеті жоқ дер едім газды сусынды. Себебі баланың ішіне кетеді оның бәрі. Кока-кола басқасын айтпаған кезде, газды сусынның өзін ішудің қажеті жоқ, минералды газды сусынның өзін. Қарапайым су, колики, тағы басқа дегеніне жақсы. Қарапайым су жақсы бәрін кетіреді. Ол сүтті де келтіреді. Қайта-қайта аузыңыз кетіп жатады ғой еміздірген кезде. Ол сүтті де келтіреді. Ол басқаны да келтіреді, да? Сүттің көп болып жүреді. Су ішіп жүрсең де қарапайым суды. Бірақ енді азынан кішкене су ішіп жүруді айтпаймын. Бірақ компот, шай, сүтпен шай ішу керек, сүтті көбейту үшін деп жатады. Жоқ, оның бәрі миф. Сүтті көбейту үшін сүтпен шайдың ішуді қажет жоқ. Тісіңізді сарғайтып, енді одан сарғаймайды деп жатады. Енді әркімнің несі әртүрлі ғой тісі. Менікі бірақ көп қатты қызартып шай ішкенде тісім сарғайып кетті де. Қатты қызартып шай ішудің қажеті жоқ. Қатты қызартып біреулер кофе ішіп жатады, қарайтып, сүт шай ішіп жатады. Оның бәрін істеудің қажеті жоқ. Сүт шай, кофе ішіп қажеті жоқ. Енді қатты біреулер ішкісі келіп жатады, ішкіңіз келіп жатса, ішуіңізге болады кофені, бірақ көп мөлшерде емес, аз мөлшерде. Шайды да көп ішудің қажеті жоқ, аз мөлшерде ішу керек. Ең жақсы напиток айтып жатқандай су болады. Компоттан да басқадан да бірінші. Хотя компот ішу керек деп айтады, еміздіретін әйелге компот ішу керек. Тәттісі кішкене азырақ болу керек. Қатты тәттіге бай өнімдерді жеп қажеті жоқ. Мысалы, шоколад сияқты, бір плита шоколадты жеп қажеті жоқ мысалы. Қатты бір жегіңіз кеп барса, дәмауыз тисеңіз ғана болады. Қатты адам қалауы болады ғой. Дәмауыз тиюге болады, бірақ оны қатты көп мөлшерде жеу дұрыс емес. Мысалы, көп мөлшерде торт жеу деген секілді. Осының бәрі дұрыс емес. Тек қана ауыз тиіп, болмаса кішкене ғана мөлшерде ғана жеген дұрыс болады. Достар, мен сіздерге айтатын ақпаратым осы. Жалпы бір қатып қалған қағида жоқ, бірақ баланың реакциясына қараймыз. Сондағысы күтетініміз 3 ай. 3 айдан кейін барлығын жеп көре беруімізге болады екен. Себебі баланың да организмін жайлап әр нәрсеге үйрете білуіміз керек. Достар, көргендеріңізге рахмет. Ақпаратым пайдалы болды деп ойлаймын. Ақпаратым пайдалы болса, арнама жазылыңыздар, бөлісуді ұмытпаңыздар.